Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Бүгін каналымызда осы балды торттың кожын, қамырын қалай жасаймыз, сол туралы көрсететін боламын. Міне байқасаңыздар, сынбайтын, оқтаумен жаймайтын, сондай жұмсақ нәп-нәзік қамыр шығады. Және де бұның кремін жаққаннан кейін тоңазытқышта 5-6 сағат қоюдың қажеті жоқ. Кремін жағып, бірденнен кесіп дастарханға ұсына бересіз. Алдымен отқа қоятын темір ыдысқа балымызды салып аламыз. Менде бұл жерде табиғи жантақтың балы 200 граммды өлшеп алып, шамамен 3 ас қасық болады. Отқа қойып, ақырындап ерітеміз. Бірденен қатты отқа қоймаңыздар, себебі мынау ыдысыңыздың шеті қарайып күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан ақырын жай отта өзі еріп бастайды. Тезірек еру үшін осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып жіберсеңіздер, өзі ыстығымен тез еріп қалады. Толықтай ерген соң қараңыздар, қайнамауы тиіс, тек мынау шеттерінен көбіктер шығып бастап жатыр. Көрдіңіздер ме? Осы кезде ас содасын қосып, жақсылап үздіксіз араластырып тұрамыз. Өзі соданы қосқаннан кейін көбік сияқты ол пенка сияқты көтеріліп бастайды. Бірақ үздіксіз араластыра беріңіз, тоқтатып қалуға болмайды, себебі асы тағы да күйіп кетуі мүмкін. Шамамен 1,5 минуттай араластырдым. Оттың асты төмен болады және қараңыздар, карамель түстес, бір сондай қоңыр түстес болады. Осы кезде отты өшіреміз, үстіне сармайды қосамыз, маргарин қосуға да болады және осының ыстығында араластырамыз. Отты өшіріп тастаймыз. Өзі сармай ыстыққа еріп, сондай сұйық күйге түседі. Міне осындай болады. Енді бұның суығанын күтеміз. Осы аралықта құрғақ таза ыдысымызға 5 жұмыртқаны шағамыз. Егер де жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 4-еу қоссаңыздар да жетеді. Үстіне шым-шым тұз сеуіп миксерлейміз. Негізі венчикті қолдансаңыздар да болады, немесе шанышқымен де араластырсаңыздар да болады. Үстіне аздап құм шекерді қосамыз. Бұл жерде маңыздысы құм шекер ерісе болды. Аса қатты жұмыртқаны көпіртудің қажеті жоқ. Енді үстіне сұйық май құямыз. Және суыған немесе жылы күйінде де болады. Осы жаңа ертілген балды қосамыз. Ыстықтай қосуға болмайды, себебі жұмыртқаны пісіріп жіберуі мүмкін. Онда алдын ала електен өткізіп алыңыз, немесе осындай ситоның ішіне салып, қопсытқышты қосып, осы ыдыстың өзінде жақсылап араластырып алыңыз. Одан кейін жұмыртқалы массамызға 3 бөліп салып, миксерлеп алыңыз, немесе венчиктің көмегімен араластырыңыз. Бастысы қамырыңызда ұндар түйіршік болып қалмау қажет, соны қадағалаңыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қатты қою емес, кішкене сұйықтау қамыр шығады. Енді табаға бірденнен осы противинді немесе пергамент қағазын қойып, 1,5 ожаудан осылай құйып шығамыз қамырды. Осы кезде пешті қосып қоюды ұмытпаңыз, шамамен 180-170 градуста болуы тиіс. Енді қасықтың көмегімен осылай жайып шығамыз, бір тегіс етіп. Мен шамамен көзбен жайып шықтым. A4 форматтағы қағаз бар ғой, шамалас еттім, сонымен дөңгелек пішінде етсеңіздер болады, енді өз еркіңізде. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 5-7 минутта пісіп шығады. Көрдіңіздер ме, қалай көтеріліп шыққанын? Дәл осылай пергамент қағазын қойып, келесі қамырды құйып, жаңағыдай жалғастырып пісіріп шыға бересіздер. Ең бастысы пеште ұзақ уақыт қалып кетпесін. Жаңағыдай 9-10 минут қалып кетсе де қамырларыңыз пісуі мүмкін, бірақ қатты болып қалады. Сондықтан да уақытты қадағалаңыздар. Енді пісіп шыққан корждарымызды толықтай суытып аламыз. Суығаннан кейін ғана осылай аударып, пергамент қағаздарынан ажыратамыз. Осылай істесеңіздер, жаңағыдай алу оңай болады. Не көрдіңіздер ме, қандай тамаша қамыр болып шықты, мүлдем сынбайды, сондай жұмсақ болып шықты. Мен бұрындары балды тортты оқтаумен жайып, солай істеп жататынмын, артығынды кетіріп. Енді мен олай жасамаймын, мен осы рецептін үйренгелі балды тортты тек осылай жасайтын боламын.
Негізі 5 корж шығаруға болады, мен 5 шығардым, бірақ 5-шісін жаңа бетін сәндейміз ғой, бетін үгіттеп қоюымыз керек болады, соған алып қалған болатынмын. Ал менде крем жасаған едім, заварной крем, бірақ ол менде шықпады, сондықтан оны көрсетуге шыны керек ұялдым. Сондықтан кез келген кремді қолдана берсеңіздер болады. Творожный крем, заварной, сметанный, қаймақты крем қолдана берсеңіздер болады. Кілегейден жасасаңыздар болады. Ең бастысы қандай крем жасасаңыздар да бірденнен жағып қойып дастарханға ұсына бересіздер. Міне қараңыздаршы, осы жерден ақ жұмсақтығы қандай болғандығы білініп тұр. Бастысы сіздерге балды торттың қамырын қалай жасаймын соны көрсеткім келген. Міне үй жағдайында өте қарапайым, тіпті жаңағы табиғи балдарыңыз болмаса да дүкендерде сатылатын банкідегі сұйық балдарды қолдана берсеңіздер де болады. Дәл осы рецептімен барлық құрамын төменде описаниясына белгілеп қойдым. Егер де сіздерге осы қамырдың рецептісі ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.